Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге жаңа постта тауарымыздың доставкасын алдын ала төлейміз. Ол үшін жаңа постқа кіріп, жеке шотты толықтыруды таңдаймыз. Мұнда бізге 6,825 доллар қажет. Демек, мен 7 доллар салсам болады. Ол үшін енді өзіміздің осындағы тауарды таңдаймыз. Мінекей қарап отырсыздар, толықтыру дегенді басып, өзіміздің тауарды таңдаймыз. Мінекей жоғарыда, осыны басамыз. Енді толықтыру деген көк батырманы басып, осы жерге 7 доллармен есептеледі. Сондықтан 7 доллар деймін. Каспиді таңдап, мына жерде де Каспиді таңдайсыздар. Осы жерде автоматты түрде жаңа посттан жіберілген кодымыз енгізіледі. Ал мұнда сіз өздеріңіздің кіретін парольдеріңізді басып кіресіздер. Мінекей 9SA8 дейді ғой, бізде автоматты код. Енді жаңа 7 долларымыз 3290 теңге болды. Соны к оплате деп басып, көк батырманы ары қарай подтвердить жасаймыз. И төлем жасалды. Енді жаңа постқа барамыз. Міне жеке шотымыз 7 долларға толықтырылды. Толығырақ білу үшін үстінен басасыздар. Мінекей оңға жылжысаңыз, осы жерде сізге егер артық төлем жасалған жағдайда, сіздің төлемдеріңіз осы шотқа түседі. Ал енді өзіміздің тауарға, жаңағы аяқ киімге алдын ала төлем жасайтын боламыз. Мінекей біз таңдаймыз өзіміздің тауарымызды. Топтық төлемді таңдаймыз. Одан кейін ары қарай уже төлем жасаймыз. Мінекей біз бастық. Топтық төлемді бастық. Мінекей жеке шотта бізде 7 доллар бар. Енді төлейтін сома дегенді басып, ары қарай төлем жасаймыз. Мінекей біздің төлем жасалды. Мына жерде төленді деген батырма жазу шықты.